Қазір сіздермен Демидович есептер жинағындағы 471 есепті қарастыратын боламыз. 471. Лимит x 0-ге ұмтылған кезде, яғни синус 5x бөлінген x осының шегін есептеңіз дейді. Бірінші тамаша шекпен таныспыз, яғни синус x-ның x-ға қатынасы x 0-ге ұмтылған кездегі шегі 1-ге тең. Демек, онда мен бұның алымында бөлімінде 5-ке көбейтеді екем. Сонымен міне синус 5x бөлінген 5x бұл бірінші тамаша шек бойынша 1-ге тең, сонда бұның жауабы 5-ке тең болады екен. Енді келесі 472 есеп. 472 есеп лимит x шексіздікке ұмтылған кезде синус x бөлінген x осының шегін табыңыз дейді. Қазір осы жерден синус x-ға назар аударатын болсақ, ол жеңілген функция болғандықтан, яғни оның мәні минус 1 мен 1-дің арасында ғана жатыр. Яғни аргументі қандай болмасын, ең үлкен дегенде ол 1-ді ғана қабылдайды. Ал бөлімінде x ол шексіздікке ұмтылып бара жатыр, сонда бұның жауабы 0-ге тең екен, яғни сан бөлу шексіздік. Енді келесі 473 есеп. 473 есеп. Лимит x пиға ұмтылған кезде синус mx бөлінген синус nx дейді. Бұл жердегі m және n дегеніміз бүтін сандар екен. Бұны бірінші тамаша шекке келтіру үшін біз қазір айнымалы алмастыру әдісін қолданамыз. X пиға ұмтылады деп тұр. Демек, онда бізге t-ның 0-ге ұмтылатындай қылып ауыстыруымыз керек. Ол үшін x-тан пиді азайтқанды біз t деп белгілейік. Осыдан x өрнектесек, онда ол t қосылған пиға тең. X пиға ұмтылса, онда t 0-ге ұмтылады. Неліктен? Өйткені міне, мына пиді апарып, мына x-ні орнына қойсаңыздар, пидан пиді азайтсақ 0, яғни t 0-ге ұмтылады екен. Олай болса, мына x айнымалысынан t айнымалысына көштік. Лимит t ұмтылғанда 0-ге, m-нің орнына, m тұра береді, x-нің орнына t плюс нені қоямыз? T плюс пиді қоямыз. Сонда бұл синус, мына mt қосылған mp. Бөлімінде тура осылай синус nt қосылған np. Сонымен лимит t 0-ге ұмтылғанда синус mt қосылған mp бөлінген синус nt қосылған np дегенге келдік. Ал енді осы жерден m және n-ге ол пиға еселі болғандықтан бұны ашатын болса, онда ол сәйкесінше бұл тең лимит t ұмтылғанда 0-ге минус 1-дің m дәрежесі көбейтілген синус mt деген шығады. Ал бұның бөлімінде минус 1-дің n дәрежесі көбейтілген синус nt деген шығады. Сонымен мұнау минус 1-дің m азайтылған n дәрежесі болып, мұна шектің алдына шығарып жіберейік. Сонда лимит мұнда t ұмтылғанда 0-ге, алымында бөлімінде t-ға бөліп тастайық. Сонда синус mt бөлінген t, мұнда синус nt бөлінген t. Енді бұл бірінші тамаша шекке келу үшін бөліміне m жетіспей тұр, онда алымын m-ға көбейтеміз. Мұнда n-ға бөлсек, онда n-ға көбейтеміз. Сонымен міне мынау бірінші тамаша шекке тең, мыналарда бірінші тамаша шек 1-ге тең, сонда бұның жауабы минус 1-дің m минус n дәрежесі m бөлінген n-ға тең екен.